Ассалаумағалейкум көрермен. Бүгін мен сіздерге қорқынышты фильмдерді қысқаша айтып беремін. Және видеоның обложкасындағы еркек неге мына екі жасөспірімдерді аңдып жүргенін айтамын. Сосын тағы екі қорқынышты фильмдерді ұсынамын. Видеоны соңына дейін қара. Қорқынышты болады. Бірінші кино бізде дисквайс деп аталады екен. Ал қазақша аударсақ бетперделеу. Қазақша переводчиктер жата дұрыс аудармай сияқты. Жарайды, видеоны бастай берейік. Бұл әйел ұйықтап жатады және де бір дыбыстардан оянып кетеді. Және де өз күйеуін оятуға тырысады, ал ол тұрмайды. Ой, тұрмасаң қойшы дейді да, ол тексеруге барады. Жарықты жағып, ол гаражға келеді. Гараждан ештеңе таппайды. Және де шатырға баратын есік кішкене ашылып тұр екен. Ол соған күдікті түрмен қарап, ол сол есікті ашып, фонаригін алып, сонымен жағып көреді. Және де мініп төбеге шығады. Фонаригін жағып, ол әйел бүкіл жерді тексере бастайды. Фонарик ыңғайсыз болғандықтан ол жарықты жағады. Сосын күдікті бір ойыншықты көреді. Сол ойыншық қарап отырғанда тауық оны шошытып жібереді. Сосын әрі қарай әлгі ойыншықты аңдып отырады. Әйел тауықты қарап отырғанда әлгі ойыншық қозғалғандай болады. Бұл әйел шынымен қорқып кетеді. Және де қайтадан тауыққа қарайды. Сосын қайтадан анаған қараған кезде ана ойыншық уже тұрып кетеді. Әйел бұл жолы шынымен тышып қояды. Ана ойыншық әйелге атылады, ал әйел шошып кетеді. Ал қараса, ана ойыншық жоқ болып кетеді. Әйел өзі дым түсінбей жүреді және де асты жақты қарап көреді. Фонарикті жаққанда, анау болса ана жерде жүр ғой. Әйел қорқып кетіп қаруын алып жатқанда, ана ойыншық жоқ болып кетеді. Әйел уже қорқып дым түсінбей астыға түсіп атады. Әйел түсіп, сақтанып, бүкіл жер жан-жақты қарап жүреді. Және де әлгі ойыншықты табады. Ана ойыншықты ұстап көрген кезде, оның ішінде дым жоқ, тек қана мақта мен шөп қана. Сосын артына қарайды. Біреудің аяғын көріп шошып кеткен кезде бұдырш. Тұра салып фонарикті көреді және де тұрады. Тұрса әлгі әйел битамен тұр екен. Сосын жан-жағына қарап былай дейді: сенің өмірің менікі болды. Мен оны сенен алдым. Мен оны қайтарып жатырмын. Дейді да анау әйелді ұрып атады. Анау әйел қолмен ұстап қалған кезде ол монстр болып шығады. Монстр битаны ұстап тұрып, әйелді итеріп жібереді. Сосын қашып кетеді. Әйел болса оның артынан жүгіріп кетеді. Және далаға шыққан кезде далада ешкім жоқ болады. Қысқасы, мынау фильм, мынау шизофреник әйел туралы. Все. Екінші қысқаша киноны көрсетейін. Бұл фильм төсектің астынан Ленинка шыққаннан басталады. Және де Эмили деген дауыс шығады. Мына қыздың аты Эмили. Эмили дым түсінбей төсектің астын фонарик жағып қарап көреді. Бірақ дым таппайды. Тұрып қалса, оның қарындасы оны күтіп отыр екен. Эмили болса қарындасына: тупойсың ба, не істеп тұрсың дейді. Ал қарындасы болса: үй жұмысын істемесең мұғалім келіп сені өлтіріп кетеді дейді. Және жақында 4 баласы ойшуға кетті дейді. Ал оған Эмили сенбей, бұл өтірік дейді. Ал қарындасы: енше өзің біл дейді. Эмили қолынан үй жұмысын тартып алып қарындасына: бөлмеден шық дейді. Эмили ұйықтап жатыр. Және де үй жұмысы жасалмаған. Сосын біреу тақтан тырнағын дауыс шығады. Эмили тұрып тақтаға қарайды және дым жоқ. Сосын ілініп тұрған үй жұмысын көріп қалады. Ол оны жұлып алып, жан-жағына қарап ұйқыға кетеді. Сосын әлгі мұғалім пайда болады. Мұғалім Ленинкамен дауыс шығарып, Эмили шошып оянып кетеді. Сосын мұғалім оған былай прикол істейді. Эмили жан-жағына қарап жатқанда алдынан мұғалім пайда болады. Үй жұмысын неге істемедің, Эмили? Я білем, кішкене кино қызықсыз болды, бірақ үй жұмысын істеп жүріңіздер. Мінекей достар, соңғы видеомызға жеттік. Обложкадағы маньяк неге мына екі жасөспірімді аңдып жүргенін айтамын. Кино Don't Look Away деп аталады, ал қазақша көзіңнен таса қылма деп аталады. Кино боянып жатқан бір қыздан басталады. Бұл қыз боянып жатса, оның інісі оны мазақтап жатады. Сосын қыз есікті жауып алады. Інісі қызға даладағы шөпті қырсын деп айтады. Және әкесі солай ескертті дейді. Қыз даланы қарап жатқан кезде бетін қаппен жауылған бір еркекті көреді. Қыз бұл адамды көріп шошып кетеді және де өз әкесіне хабарласады. Әкесі одан жаңағы еркектің сыртқы бейнесін сипаттап беруді сұрайды. Оның үстінде костюм, басында қап келген және де беті байланып тұр. Әкесі оған көзінен таса қылма дейді және де солай қарап тұр. Мүлдем басқа жерге назар аударма дейді. Қыз сол адамға қарап тұрып өз інісін шақырады. Інісі келіп не болды деп сұрайды. Інісі келіп ол да таңғалып тұрады. Қыз бүкіл жағдайды түсіндіріп інісіне қарап тұр дейді және өзі есіктерді жабуға кетеді. Қыз бүкіл есікті жабады, тіпті терезені де гаражды да бәрін жабады. Сосын ол оралған кезде жаңағы еркек жоқ болып кетеді. Қыз жігітке боқтап: неге дұрыс қарамадың деп айғайлайды.
Жігіт болса, ол жоғалмады, әлі ана жерде тұр дейді. Жігіт шынын айтты, ол әлі сол жерде тұр. Ал қыз болса, оны көріп тұрған жоқ. Әлгі монстр қыздың артында тұрады. Және қыз артқа қараған кезде ол шошып кетеді. Сосын інісі одан не болғанын сұрайды. Ал қыз дым айтпай қозғала береді. Жігіт қорқып одан жауап беруін өтінеді. Ал қыз болса жауап бермей әлгі еркекті көзінен таса қылмайды. Жігіт үшін әлгі маньяк көрмейді, ал қыз үшін көрініп тұр. Қыз скотчты алып әлгі маньяктың көзіне жабыстырады. Қыз маньяктың көзі көрмейтін шығар деп енді бұрылып жатқанда маньяк оған шабуыл жасайды. Ал жігіт болса өзінің әпкесіне көмектесуге барады. Жігіт төбелесіп өз әпкесін құтқарып алады. Және де әлгі маньяк екі жасөспірімге қарап тұрады. Сол кезде әкесі келіп жаңағы маньякты көреді де оны айна арқылы жоқ қылып жібереді де айнаны сындырып тастайды. Екі жасөспірім әкесін көріп қатты қуанады. Және әкесіне не болып жатқанын сұрайды. Әкесі оларға бұл анасы екеуін бұл маньяктар баяғы кезден аңдып жүргенін айтады. Жігіттің есіне жаңағы маньяк есіне түсіп, ол терезеге қарайды. Және де екінші маньяк шығарғанын түсінеді. Каналға тіркеліп кет.